Қыздар, біз базардан бауыр алған кезде білмейміз, иә? Жас малдікі ме, кәрі малдікі ме? Мен базардан бауыр әкеп қуырған кезде почему-то қап-қатты боп, құп-құрғақ боп, еще кішірек қалатын. Енді міне бауырды жұмсақ, воздушный, нежный тістеген кезде ішінен соғы шығатындай до того сочный етіп, 3 минутта қуыруды осы 10 минуттық видеода көріңіз. И сақтап қойыңыз. Бұл бауырды осылай мінекей тамаша оформлениемен кез келген үйдегі мероприятияларға, мысалы туған күн, тағы бірдеңелерге, мысалы үйге келген қонақтарды осылай етіп таң қалдыруыңызға болады. Осы 10 минуттық видеоны көріңіз және каналға жазылыңыз, кішкентай ғана қоңыраушаны басыңыз, әлі де талай видеоларды көретін боласыз. Кәне ендеше, кеттік қыздар. Сәлем қыздар, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз ерекше бауырды қалай жарит ету әдісін көреміз. Ең алдымен оған негізі не керек? Құйрық керек, бауыр керек, сұйық май керек, пищевая сода, қарабұрыш және тұз. Қазір міне бастаймыз. Мұнаның негізі мен әкелген бетте бауырды, бұның ана сыртындағы пленкасын алған болатынмын, әкелген бетте жұмсарып тұрған қалпында. Одан кейін мінекей морозильникке салдым. Онша қатты ыссы неткен жоқ, жібіген жоқ, әдейі онша қатты жібітпедім. Әдейі істедім оны. Ең бірінші қалай тураймыз бұны? Міне, қазір мен сіздерге турау әдісін көрсетемін. Мынау мінекей примерно көлденеңінен 2 сантиметр болады примерно, а ұзыннан 4 сантиметрдей болады. Түсіндік қой? Көлденеңінен 2 сантиметр, ұзыннан 4 сантиметр. А қалыңдығы мұнандай ғана. Міне, осылай қалып, ең бірінші бауырымызды турап аламыз. Ал құйрықты тураған кезде, қыздар, құйрықты тураған кезде міне мынандай болады. 2-2, 4 бұрышты, тік 4 бұрышты, 2-2. Түсіндік қой? 2-2. Ал мынау 2-4. 2-4, 2-2. Өйткені бұл бір-бірін құйрықты бауырмен бұлай жабатын боламыз. Түсіндік қой? Сосын кейін зубочисткамен кигіземіз. Қазір бірінші жасап алайын, турап алайын, содан кейін ары қарай кетеміз. Қыздар, міне мен бауырды турап, өз аз ғана бауырды турап, ыдысқа салдым. Оған енді мен пищевая сода дейді ғой, ас содасын саламын. Ас содасын салып, оны мен 1,5 қасық салайын, өйткені менде қатты аса көп емес. Салып, оны араластырамын, ас содасын. Барлық жеріне тиісін, тимей қалған жері болмасын. Сондықтан қолмен араластырған дұрыс қой деймін. Сондықтан барлығын араластырамын. Бұл ас содасы не үшін керек? Ас содасы бұл ішіне кислород жібереді, воздушный болады. Мына біздің бауырымыз. Мына ас содан өйін жуып тастаймыз біз. Қазір бетін жауып, бір жарты сағатқа, 25 минутқа қоямыз. Одан кейін ас содасын жақсылап тұрып, 3 қайтара жуып тастаймыз, немесе ағынды суға. Бұл соданың ешқандай дәмі қалмайды, ешқандай зияндығы да жоқ. Осы ас содасы барлық бұның құпиясы. Ас содасы бұның ішіне кислород жібереді. Кәдімгі нанды ашқан кезде қалай болады? Үлкен бауырсақ. Жұп-жұмсақ болады. Оның ішінде не болады? Оның ішінде кислород болады. Жаңағы дрожжымыз біздің жаңағы тестаны, нанды ашытады. Ішіне кислород жібереді. Сондықтан да өзіңіз ойлаңызшы, үлкен бауырсақ сияқты, бірақ ашытылмаған солай пісірсе қалай болады? Тығыз болады. Ол піспайды да ортасы оныменен. Мынау сол сияқты, мына бауырды тоже үлкен борбитып, жаңағы губка сияқты тістеген кезде ішінен соғы шығатын қылып. Сондай бір, барлық құпиясы сонда мұның. И нежный болады сондай, жұмсақ болады, еще нежный болады. Сондай тамаша болады енді. Жасап көріңіздер, аса қатты қиын емес. Міне мен мынаны сода салдым. Енді бетін жауып, жарты сағатқа қойып қоямын. Дальше көреміз. Қыздар мінекей өтті, 30-35 минут өтті. Бауырымыз дайын болды. Жаңа порошок емес, пищевая содаға салып едік қой. Енді
Енді мен бұны қазір жуамын. 3 рет жуамын. 1 рет емес, 3 рет жуамын. Чтобы ішіндегі ана пищевая соусының бәрі кетсін. Мүлдем дәмі болмайды. Қыздар, міне мен 3 қайтара сұп-суық мұздай сумен жудым. Жаңағы пищевая соданың ешқандай да дәмі қалған жоқ. Жақсылап тұрып жудым. Енді бұған мен тұз себемін. Аса қатты көп сеппеймін, потому что менде өзі бауырдың өзі аз ғана. Көз мөлшермен ғой енді. Сол көз мөлшермен мінекей тұз септім, қара бұрыш септім. Тоже әркімнің өзінің жақсы көргеніне байланысты. Кстати, мынаға тұзды көп сеппеңіздер, потому что мына құйрық майды мен тоже тұздаған болатынмын. Оны мен әкелген бетте тұздаған болатынмын, ол уже тұзы сіңіп тұр. А сіздер сол бір жарты сағат бұрын тұздасаңыздар да болады. Бұл құйрық май. Мінекей мынаны мен тұздадым, бұрыштадым. Енді қазір қалай істейтінімізді көрсетеміз. Бұны жалпы не только үйде өзіміз жегенге, бұны бір туған күн, бір кез келген, үйге қонақ келген кезде сыйлы қонаққа да дастарханға салып қоюға болады. И әдемі көрінеді, еще дәмді. Мінекей зубочистка. Зубочисткаға міне аламыз. Бір бауырды, жұп-жұмсақ болып тұр енді. Бір бауырды аламыз. Ана жерге батып көрсетейін бе? Міне, бір бауырды аламыз. Оппа! Міне, зубочисткаға. Содан кейін бір құйрық. Міне, құйрықты алып, оппа, тең ортасынан. И бұлай. Міне көрдіңіз бе? Пока майға қуырылғанша бұл бұлай кішкене ашық тұрсын. Кішкене арасы ашық болсын. Түсінікті, иә? Міне, зубочистканы аламыз. Бауырды аламыз. Мына бауыр что-то туралмай кетіпті дұрыс. Үлкен болып кетіпті. Туралмай кетіпті. Мінекей. Зубочисткаға қыстырдық. Одан кейін түйредік, то есть одан кейін құйрықты түйредік, ортасынан, тең ортасынан, содан кейін бауырды түйредік. Арасы кішкене ашық болады. Арасы ашық болады. Бұны пока қоя тұрамыз. Қатты май қызған кезде, майға салар алдында ғана оны ұнға бір аунатып аламыз. Сол кезде ол хрустящий болады. Көрсетемін. Бұны пісірған кезде майды майға толық бату керек. Бұна құйрық бауыр майға толығымен бату керек. Обычно бауырсақ пісірген кезде қалай бауырсақ батады? Сол сияқты толық майға бату керек. Батып қуырылу керек. Қыздар, міне мен жасап қойдым. Бұл мынандай зубочисткаға мынандай болып, бауырды ортасына құйрық салып, екі бүктедік. Қазір енді осыны қатты қызып тұрған майға саламыз. Майды қатты қыздырдым. Май бірталай көп май. Енді осыны мен қазір қуыратын алдында ұнға бір бұлай малып аламдағы салып жіберемін. Әр қайсысын осылай істеп шығамын. Я болмаса онды үстіне сала салуға да болады, сала салып, қуыра салуға да. Мен сіздерге түсінікті болсын деп осылай істеп жатырмын. Бар жоғы өзі 3 минут пісады. 3 минутта уже дайын болады. Қазір мен мынауменен сүзіп алатын боламын. Қыздар, міне біздің бауырымыз дайын болды. Құйрық бауыр. Оформление жасадым. Мінекей өте жақсы болып шықты. Мінекей сондай бір сүйкімді, дәмді, тәтті. Жаңағы айтқандай, өзім айтқандай, бұлай закускаға мұны осы мынау немен, ағашымен алып жей береді. Ағасымен қосып жемейді ғой енді. Осылай өте ыңғайлы.
жақсы, өте дәмді болады, сочный болады. Бағанадан бері айтып жатырмын ғой, прямо тістеген кезде губка сияқты соғы шығады. Сосын кейін оформление негізінде мен тарелканың үстіне не бар ғой әлгі салатный лист, салат жапырағы, сондайды жайып, соның үстіне салам деп ойлағам, бірақ оған жоқ болып қалды. Сондықтан да мына қиярды осылай салып, жасыл, содан кейін мынау кәдөлгі пиязды жіңішкертіп кальцо қылып турадым дағы. Сосын кейін кішкене уксус тамызып жібердім, 2-3 тамшы ғана. Көп тамызбаңыздар. Тамыздым дағы. Содан кейін қара бұрыш сеуіп үстіне қойдым. Содан кейін мынау роза гүл болып тұрғаны, бұл помидор. Помидорды не істедім? Астынан бастап аршыдым, үзбей. Картошканы аршимыз, қалай? Солай бұны аршыдым, қабығын. Астынан бастап үзбей айналдырып, қабығын аршып әкеліп, үстіне келген кезде үзе салдым. Үзгеннен кейін мінекей осылай роза гүл болып шықты. Қыздар, жасап көріңіздер, өте дәмді. Кез келген қонаққа, кез келген туған күнде бұны столға ұялмай қоясыздар. Жарайды қыздар, каналға жазылыңыздар. Әлі де талай бір ерекше бір тамақтарды жасайтын боламыз. Ерекше оформлениелер жасайтын боламыз. Давайте, қыздар, пока. Қыздар, сіздерге егер ұнап жатса, немесе ұнамай жатса, немесе қандай да бір өздеріңіздің ойларыңыз болса, алып қосарларыңыз болса, міндетті түрде жазыңыздар. Сіздердің әрбір жазған комментарияларыңызға қуанатын боламын. Рахмет, қыздар.